Әлеуметтік нысандардың бой түзеуі мемлекеттің қуатынан, қауқарынан хабар беретін көрініс. Биыл тек қана білім беру саласының нысандарына республикалық бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаражат бөлінбек. Қазір жобалар дайындалу үстінде. Біздің тілшіміз үстіміздегі жылға құрылыс ауқымы және облыс орталығында әлеуметтік нысандар салуға не бөгет деген сұрақтарға жауап іздейді. Ғимараттардың көптеп салынуы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму мүмкіндіктеріне тікелей байланысты. Бүгінде Ақмола облысының әлеуметтік әлеуеті ілгері басып келеді. Дегенмен Көкшетауда салынып жатқан жаңа ғимараттар кемде-кем, шындап келгенде қаламызда көрікті сәулет туындылары жоқтың қасы. Мәселен, өткен ғасырдың 80-ші жылдарында қалада темір жол және автобус вокзалдары, мәдениет үйі сияқты мақтанарлық көрікті жерлер болған еді. Ал заман талабы мен талғамы бүгінде басқа. 2008 жылы бекітілген қала құрылысы жоспарына сәйкес облыс орталығындағы жаңа ғимараттар Қопа көлінің жағасында орын теппек. Район набережный озеро Қопы еді. Қопа көлінің аумағы құрылыс жұмыстары үшін өте күрделі. Себебі бұл жерде ескі үйлер көп. Олардың бәрін бұзуға тура келеді. Жалпы алғанда көл жағасында 412 ескі үй бар. Географиялық тұрғыдан қарасақ, бұл Көкшетаудың орталығы. Қала жоспарының даму бағыты бойынша мұнда бірнеше жаңа нысан салынуы керек. Бұл ғимараттар жайында бұрыннан айтылып келеді, ал олардың құрылысы нақты биыл басталады дейді сәулетші мамандар. Біздің тілге тиек етіп отырғанымыз Достық үйі, теннис орталығы және яхт клубы. Красота-то какая, лепота. Достық үйінің құрылысын бастау мәселесі облыс орталығында ертеден айтылып келеді. Осыған да байланысты үміттен гөрі күдік басым болатын. Дегенмен ғимарат салынады деп сендірді сәулетшілер. Достық үйінің қазығы биыл қағылмақ, дәл осы жерде. Достық үйі, оған бүгін биыл облыстық бюджеттен 250 миллион теңге бөлініп отыр. Сметалық құны бұл ғимараттың 700 миллион теңге, 760 миллион теңге. Енді биыл бастасақ, амандық болса, 2003 жылы осы объектіні тапсыруға тиістіміз. Достық үйінің өңірге қажеттігі жайында мәселені ассамблея өкілдері жыл сайын көтереді. Биыл ғимарат құрылысына облыстық бюджеттен 250 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінде облыста жоғары сапалы спорттық ғимараттардың ауадай қажет екенінде мәлім. Мамандардың айтуынша, биыл өңірде үлкен теннис спортын дамытуға жол ашылмақ. Мемлекет пен жеке кәсіпкерлер арасындағы әріптестік негізінде жабық және ашық ойын алаңдары бар теннис орталығы салынады. Одним из крупных объектов, конечно, в этом году будет теннис орталығы биылғы жылдың ең ірі нысаны. Оның 3 жабық және 3 ашық ойын алаңдары болмақ. Бұл мемлекет пен жеке кәсіпкерлер арасындағы әріптестік негізінде салынатын нысан. Яғни облыстық әкімдік және Алтынтау компаниясының күш салуымен. Болжам бойынша жаз мезгілінің орта кезінде немесе күз мезгіліне таман көкшетаулықтар теннис орталығының мүмкіндігін сынай алады. Бұл спорттық орталық еуропалық үлгіде салынбақ. Құрылысты Промстрой құрылыс компаниясы жүргізетін болады. Желкенді спорт түрлерін дамытуда қолға алынбақ. Осыдан ширек ғасыр бұрын спорттың бұл түрі облыс орталығында жақсы қарқын алған болатын. Қопа көлінің жағасында биыл яхт клубының құрылысы басталмақ. Жоба бүгінде туризм және спорт министрлігінің қарауында жатыр. Вообще проект обошелся около миллиарда. Жалпы жобаның құны миллиард теңгеден астам. Ол жерде оқу сыныптары, бақылау мұнаралары, яхта қоймасы болады. Қымбат жоба екенін мойындау керек. Сол себепті де республикалық деңгейде бұл мәселе қарастырылып жатыр. Әлі нақты жауап келген жоқ, бірақ қолдау табыларына нық сенімдіміз. Себебі осы арқылы көл жағасын абаттандыруға үлкен мүмкіндік тумақ. Тұрғындардың уақыттарын тиімді өткізулеріне де сеп болады. Бұл ғимараттардың бәрін биыл тапсырмасақ та, құрылысын нақты үстіміздегі жылы бастаймыз дейді құрылыс саласының мамандары. Әлеуметтік нысандарды тұрғызуда соңғы жылдары біраз қиындықтардың кездесіп жататынында жасырын емес. Қыруар қаражат бөлінуде, алайда сенімді мердігерлер көп емес. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Дегенмен әлеуметтік нысандардың құрылысына жыл сайын көптеп көңіл бөлініп келеді.
2012 жылы білім саласы нысандарының құрылысы мен жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 2 миллиард 551 миллион теңге қаржы жұмсау көзделіп отыр. Бюджетті бөлу кезінде Астана қаласына іргелес орналасқан елді мекендердің абаттандырылу жайы ескерілді. Талапкер, Қоянды, Қосшы және Қараөткел ауылдарында биыл 4 мектеп салынып тапсырылмақ. Мектептер мен мектепке дейінгі мекемелердің құрылысына ағымдағы жылы облыс қазынасынан 1 миллиард 730 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Целиноград ауданына қарасты Ақмол ауылында жаңа аурухана салынбақ. Құны 1 миллиард теңгені құрайтын нысан республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Ал облыс қазынасынан денсаулық сақтау нысандарының құрылысына 141 миллион теңге қаржы қарастырылуда. Елімізде әлеуметтік құрылыс саласына ерекше назар аударылып келеді. Республикалық, облыстық түрлі бағдарламалар бар. Ол мектеп пен балабақша құрылысына қатысты. Денсаулық сақтау мекемелерінің қатарын көбейтуге бағытталған игі шаралар. Әлеуметтік маңыздағы нысандардың құрылысын қарқынды жүргізу үшін инвесторларды тарту қажет, яғни кәсіпкерлерді жұмылдыру керек. Бизнес құрылымдары әлеуметтік нысандарды тұрғызып қана қоймай, өңір дамуына өз үлестерін қосулары шарт. Бұл жөнінде үкіметте айтқан болатын, алайда облыста осы тұрғыда кенже қалған тұстар көп. Осының да салдарынан біздің өңір еліміздің басқа облыстарымен иық теңестіре алмай отыр. Достық Талғатұлы, Марат Тоқмағамбет, Василий Бережников, Виктор Полянный, Данияр Омаров, Апта.